Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ерекше тағамның түрі жаппасайдың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен етті кубиктап турап аламыз. Кейін қазанымызға май құйып, май қызығаннан кейін жаңағы етті салып, татымына қарай тұз салып, жақсылап қуырамыз. Кейін пияз қосып, оны да тағы да жақсылап қуырып, етіміз жұмсарып пісу үшін біраз мөлшерде су құямыз. Енді міне көкөністерімізді дайындаймыз. Болгар бұрышын кубиктап тураймыз. Кейін сәбіз қажет болады. Сәбізді де жаңағыдай кубиктап турап аламыз. Және қызанақты да ұсақтап осылай кубиктап тураймыз. Картопты да дәл осылай кубиктап турап алғаннан кейін жаңағы етіміз жұмсарып, суыртатылғаннан кейін қызанақты салып 3-4 минуттай жақсылап қуырамыз. Сәбіз және болгар бұрышын салып, бір қасықтай томат пастасын қосып, барлығын жақсылап қуырамыз. Қуырып алған соң картоп, татымына қарай тұз, бұрыш, паприкаларын қосып, бетін жауып тұратындай су құямыз. Енді қамырын дайындаймыз. Қамырға жұмыртқа, суға тұз қосып араластырып, біртіндеп қоса отыра қаттылау етіп қамыр илейміз. Қамырды иығанғанша 20 минуттай тындырамыз. Иығанған қамырды оны себе отыра жұқа етіп оқтаудың көмегімен жаямыз. Өзімнің инстаграм каналымда әртүрлі тағамның рецепттерімен күнделікті бөлісіп отырамын. Сондықтан инстаграм каналыма тіркеліп қойыңыздар. Міне қамырды жұқа етіп жайып алдық. Енді сұйық май құйып, барлығын шетіне жақсылап жағып шығамыз. Кейін видеода көрсетілгендей кесеміз. Қамырымызды неғұрлым жұқа жайғанымыз дұрыс. Осылай барлығын кесіп алғаннан кейін тағамның үстіне жаңағы қамырымызды осылай жауып шығамыз. 20 минуттай пісіреміз. Міне дайын болды. Кейін тарелкамызға видеода көрсетілгендей орналастырып, ортасына подливасын құйып, ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған салтанат. Видеоны лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.